Сәлем достар, қазақ халқы табиғаттың тілін жақсы білген. Бұрынғы заманда ауа райын болжайтын құрылғы да, карта да болмаған. Сондықтан ата-бабаларымыз табиғаттан бәрін үйренген. Достар, мен сендерге Құралайдың салқыны туралы айтып беремін. Ек баласы желге қарсы тұрғызып шынықтырады. Ол кезде жел болады. Бұл Құралайдың салқыны деп айтылады. Енді үркер мен жаздың келуі туралы айтайын. Үркер жерге түспей, жер қызбайды. Себебі үркер жұлдызы көрінбей кеткенде күн ыстық болып жаз келеді. Достар, 40 күн шілде дегенде білесіңдер ме? Қатты ыстық шілде болып тұрады. Ал достар, шашмақ аяз туралы айтамын. Қыста боран соғып, суық күшейсе, шашмақ аяз немесе үрі сырғақ деп айтады. Себебі сол күндерде далада итте үре алмай қалады. Суық соншалық қатты болады. Көктемде 5 күн қатарынан жаңбыр жауады. Оны 5 қонақ дейді. Себебі ол күндерде ауа райы өзгеріп, қыс пен көктем қарсы тұрады. Кейде құстар қайтып келіп, жаңбыр алабас, суық жел соққанда оны құс қанаты дейді. Себебі жаңбыр тамшылары құстың қанатындай болып жауады. Қызыр қамшысы дегенді білесіз бе? Сол күні күн жылынып, табиғат ойнай бастайды. Қызырдың қамшысы шатылдады дейді. Себебі осы кезде қыс кетіп, көктем келеді. Мизан шуақ деген не? Күзде күн жылы, бірақ түн салқын болса, оны мизан шуақ дейді. Себебі күздің соңғы жылы күндері жазды іске түсіретін шуақты мезгіл. Міне халқымыз табиғатты жақсы түсінген. Себебі табиғат біздің өміріміздің айнасы.